Qani жұмсам болынды жігіттер. Ертең демалыс Құдай қаласа. Bir демалмадық па? Қаяққа барайық жігіттер? Достым, қаяққа баратығын едік. Сол әр демалыста баратығын жерімізге бара бермедік пе? Солай ма достым? Дұрыс айтасың ағай. Онда ертең амеміз біргелікке барамыз ба? Ал жігітлер, онда бәріңіз телефонда болып тұрың, байланысып бірге шығамыз. Бола ма? Мақұл. Мақұл. Көзім, тамағың тайын ба? Ал келдіңіз бе? Келдім ау. Келе-бер киімдеріңді шеш. Ау балам, не отырсың? Телефон қарап отырсың ба? Қайбу, балаң не қылады құмет? Балаң оқудан келіп болып, сабақларының әрмесін таярлап болып, телефон ойнап отыр. Ау, ойнаса ойнасын. Қазір жас уақытында ойнап қалған жақсы. Ертең менің жасыма келгенде жүреді, жұмыстан шаршап. Молодец, ойнала. Айтқандай, ертең жұмыс демалыс. Менің ертең отырысқа кететін киімдерімді таярлап қой. Қайбу, және ме? Бұл демалыста біздерге қашан уақыт ажыратасың? Уақыт ажыратып жатырмын ғой. Енді осы сіздерді бағайын деп, осы азалы қара кеш сіздер үшін жүрген жоқпын ба мен? Майлы. Айтпақшы, бүгін үйге қоңсылар келіп кетті. Қоңсы апалар әммесі демалыс күндер бала шағасымен әммесі айлануға барады екен. Соны естіп, мен бір әуес қылдым. Қанекең енді әммеміз бірлікте біздерім айлануға барсақ. Біздерді де айлануға алып бар. Құдай қаласа барамыз. Ертең енді менің жұмыстағы коллективтің балаларымен отырсын ба. Ертеңге қойып тұр енді. Өзім ілажы болғандай болса алып барман. Онда әрме киімдерімді өзің таярлай бер. Мен кеттім. Келіншегім дұрыс айтады. Жұмыс деп шаңырағыма, балама уақыт ажырата алмай тұрмын. Балам, сен қай жерге баруды қалайсың? Ананың өзіне? Болды, сұраймыз. Көзал? Ертең қайқа айландыруға апарайын? Қаяққа? Ой, рас апарасаң ба? Апарайын ол. Олай болса ертең айтаман. Демалысқа да шығып алдық. Жақсы болды. Кеше ойласқанымыз жақсы болды, Айдосқа шығып жібер, не? Не қалай, расынан көп күттіріп қойдың бала. Қылып көр. Постоянно осындай кешігеді де жүреді. Қайдам? Кетқан шығар, Көрімтке қош, көрімтке сөйлесек. Onu iyi.